Бірлік. Данияр мектептен келсе, үйдің алды омбы қар боп қалыпты. Ол тамағын ішті, аздап дем алды да аулаға шықты. Қорадан қол шанасын алып, оған талдан тоқыған қорапты таңып бекітті. Қолына күрек алды, ауланың қарын тазартуға кірісті. Қорапқа қар толтырып, шанамен сырғытып, оны алысқа апарып төгеді. Жалғыз өзі қанша қимылдаса да, ісі өнбеді. Данияр, кел, мен саған көмектесейін, деді. Көрші үйдегі досы Нариман. Нариман да қол шанасын сүйретіп шығыпты. Содан кейін бірігіп, біздің үйдің алдын тазалайық, жарай ма? Жарайды, деді Данияр қуанып. Екеуі екі шанамен қар толтырып тастап, жұмысты тез аяқтады. Осыдан кейін Нариманның үйінің алдына келді. Бұлардың жанына көмекке көрші үйдегі Берік пен Серік келді. Төртеуі ойнап, күліп жүріп, қызу еңбекке кірісті. Олардың бұл істеріне үлкендер сүйсіне қызыға қарайды. Алақай, 2 сағатта бәрін бітірдік деп айқайлады балалар. Осылайша 4 дос күш қосып, 4 үйдің алдын лезде қардан тазалап шықты. Мұның аты бірлік еді.